әлем қаларыңыз қалайсыздармен бірге мен Апота Кизет. Бүгін мен сендерге кубик Рубигімді көрсететін боламын. Ендеше не тұрыс кеттік. Достар, міне менің 3/3 кубик Рубигім. Ол сондай тез қозғалады және қатпайды. Менде негізі 5/5 кубик Рубигім болған, оны бауырым сайысқа қатысамын деді де алып кетті. Сондықтан бұл мен кубик Рубикті как-то 9,5-10 жасымда бастап үйрендім, бірақ та мен әзірше барлығын құрастыра алмаймын. 1, 2, 3-еуін құрастыра аламын, бірақ барлығын емес. Ал енді мен қазір міне қандай түс құрастырамын. Міне осының ішінде көптеген түстер бар, осының 6 түсі бар. Солардың біреуін таңдаймын. Мінекей, міне таңдадым. Бұл жерде сары деп тұр. Сары. Енді сары түсті құрастырайын. Сары түс. Сары түс құрастыру оңай болып жатыр. Мінекей, мен құрастырып шықтым. Енді келесі мінекей көк. Міне көк деп тұр. Енді көк түсті құрастырайын. Так. Енді біреу ғана қалды. Мінекей көк түсті құрастырайын. Тағы бір түсті құрастырайын. Мінекей қызғылт сары. Қызғылт сары түс құрастыру үшін бізге міне кубик Рубикті құрастыру басында маған қиын болған, бірақ та егер де үйренемін деп талпынатын болсаң, құрастыру оңай. Мінекей қызғылт сары түсті де құрастырдық. Енді 3 түс қалды. Міне қызыл түсті құрастырайын. Бұл қызыл түс құрастырайын. Ой, кетті. Қызыл түсті құрастыру аз қалды. 2 қалды. 1 қалды. И міне дайын. Енді қызыл мен жасыл түстер қалды ойнайым. Ой, ақ пен едім. Жасыл түс. Енді жасыл түсті құрастырайын. Мен жасыл түсті жақсы көремін. Өйткені маған жасыл түс ұнайды. Білмеймін неге екенін, жасыл түс ұнайды маған. Басқа түстерден қарағанда жасыл түс көбірек ұнайды маған. Бірақ сары түс, ақ түстер ұнайды, бірақ та жасыл түс бәрінен қатты ұнайды маған. Ой. Бұны кішкене ұзақтап жатыр. Енді ақ түс шығады. Міне ақ деп тұр. Бұл ақ түс соңғы түс. Мінекей. Аққа біреу қалды. Мені құрастырдым. Енді барлығын бір-бірден құрастырып шықтым. Мінекей достар, бүгінге осы. Мінекей ол кубик Рубигім жақсы қимылдайтын жаңа видеоны көрдіңіздер. Ол видео, бұл кубик Рубик жақсы қимылдайды және ол маған ұнайды. Кейбір кубик Рубиктер болады да, ақырын қимылдайды, бүйтіп нет қалады, қатып қалады да, и одан кейін барып мынандай түстері жабыстырмай бүйтіп жұлынып қалады тез. Ал бұл жұлынбайды, бояу. Бірақ кетеді, бүйтіп кетіп бара жатыр кейбір түстерім. Бірақ ол бірақ кетіп қалмайтын шығар. Енді егер ұқыппен ұстасақ, олай кетіп қалмайды. Міне бүгінге осы.
Ал келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.